Әнуар Тұрлыбекұлы Әлімжанов, қазақтың көрнекті жазушысы, публицист, қоғам және мемлекет қайраткері. Ол әдебиет пен саясат саласында елеулі із қалдырған тұлға. Әнуар Әлімжанов Алматы облысы Сарқанд ауданының Қарлығаш ауылында 1930 жылы 12 мамырда дүниеге келген. Балалық шағында ата-анасынан ерте айырылып, интернатта тәрбиеленді. 1949 жылы Лепсі педагогикалық училищесін, 1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірді. Еңбек жолын облыстық Алматинская правда газетінде бастаған. Әлімжановтың әдеби туындылары тарихи тақырыптарға арналды. Оның шығармаларына мыналар жатады: Көгілдір таулар, Отырар ескерткіші, Махамбеттің жебесі, Ұстаздың оралуы. Ұстаздың оралуы шығармасы арқылы ол Әбу-Насыр әл-Фарабиді қазақ оқырмандарына кеңінен таныстырды. Әнуар Әлімжанов әдебиетпен қатар қоғамдық саяси өмірге де белсене араласты. Ол Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақ жазушылар одағының бірінші хатшысы, Қазақ фильм киностудиясының бас редакторы қызметтерін атқарды. Сонымен қатар 1991 жылы КСРО жоғары кеңесінің Республика кеңесінің төрағасы болып сайланып, Кеңес одағының ресми түрде таралуына байланысты декларацияны қабылдауға жетекшілік етті. Әнуар Әлімжановтың еңбегі жоғары бағаланып, ол Қазақстанның халық жазушысы атағына ие болды. Сондай-ақ ол мемлекеттік сыйлықтың Джеу Неру атындағы халықаралық сыйлықтың және Лотос халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты атанды. Оның есімі Алматы, Астана, Талдықорған қалаларындағы көшелерге берілген. Алматы облысында оның атымен аталатын мектеп бар. Әнуар Әлімжанов қазақ әдебиеті мен қоғамының дамуына үлкен үлес қосқан тұлға. Оның шығармашылығы мен қоғамдық қызметі ұлт тарихында мәңгілік із қалдырды. Әнуар Әлімжанов туралы бірнеше ерекше әрі қызықты фактілер бар. Кеңес одағын таратуға қатысқан 1991 жылы Әнуар Әлімжанов КСРО жоғары кеңесінің Республикалар кеңесінің төрағасы ретінде қызмет атқарды. Ол Кеңес одағының ресми түрде таратылу туралы декларацияға төрағалық етті. Бұл тарихи мәні бар аса маңызды оқиға. Әл-Фарабиді әлемге танытқан алғашқы қазақ жазушысы. Оның Ұстаздың оралуы романы Әл-Фарабидің өмірі мен еңбегін көркем әдебиет арқылы көпшілікке танытқан алғашқы шығарма. Бұл еңбек тек Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде жоғары бағаланған. Әлімжановтың шығармалары бірнеше шет тілдеріне аударылды. Ол Лотос атты халықаралық әдеби сыйлыққа ие болып, Азия және Африка елдерінде танымал болды. Қазақ фильмінің дамуына үлес қосты. Ол бір кездері Қазақ фильм киностудиясының бас редакторы болған. Бұл кезеңде қазақ киносында ұлттық тақырыптарға негізделген бірнеше маңызды фильмдер жарық көрді. Халықаралық білім, бейбітшілік қозғалысына атсалысты. Жазушы ретінде ғана емес, Әлімжанов бейбітшілік пен халықтар достығы жолындағы қозғалыстарға белсене араласты. Ол Біріккен ұлттар ұйымының аясындағы түрлі халықаралық конференцияларға қатысқан.